Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз үй жағдайындағы өте дәмді кириешки дайындайтын боламыз. Бізге бар болғаны қара нан, чеснок, зелень, менде укроп, петрушка, сұйық май және сулугуни, немесе сыр қосуға да болады. Алдымен нанымызды ұзынша қылдырып кесіп аламыз. Отбасыларыңызды әрқашан қуантқыларыңыз келсе, онда маған тіркеліп лайк басып қойсаңыздар болады. Сіздермен әрқашан өте дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Міне осылай кесіп алып, бір ыдысқа салып қоямыз. Енді сулугунимізді теркадан өткіземіз. Енді чесногымызды пресстен өткізіп аламыз. Одан кейін зелендерімізді ұсақтап тураймыз. Бәрін бірге бір ыдысқа саламыз. Енді 3 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Егер де сырымыздың тұзы жеткіліксіз болса, онда тұз саламыз. Жақсылап араластырып, нанымызға қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Кириешкимізға дәмі сіңу үшін жақсылап араластырып, үстінен тағы да бір ыдысты қойып, жақсылап араластырып алуымыз керек. Енді духовкада 200 градуста 15 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей үй жағдайында өте оңай жасалынатын кириешкиміз дайын болды. Прям хрустящий болып піседі. Жеп көрсеңіз, кириешкиде чесноктың дәмі мен сырдың дәмі араласып, аппетитті ашады. Жасап көріңіздер. Балаларыңызға да өздеріңізге де ұнайды деген толық сенімдемін. Ас болсын.